Қайырлы күн, құрметті көрермен. Эфирде IT News бағдарламасы. Жүргізушісі мен Шырын Шалқарқызы. Intel компаниясы соңғы жылдары қаржылық қиындықтарға тап болып, бұрынғы нарықтағы беделін жоғалтты. Осыған байланысты компания жаңа инвестор іздеуге мәжбүр. Соңғы мәліметтерге сәйкес, Intel Apple компаниясымен инвестиция алу жөнінде келіссөздер жүргізбек. Келіссөз жасауға нақты шешім қабылданған жоқ. Егер бұл жоспар жүзеге асса, Apple Intelге қаржы құю мүмкін. Мұндай қадам Intel үшін өндіріс қуатын арттыруға және жаңа жобаларды дамытуға жол ашады. Ал Apple үшін жаңа әріптестік чип өндірісін әртараптандыруға көмектеседі. Сарапшылардың пікірінше, егер екі алып компания бірлесіп жұмыс істесе, бұл бүкіл IT нарығына әсер етеді. Intelдің жағдайы жақсарып, Apple өз құрылғылары үшін жаңа серіктес табуы ықтимал. Бірақ бұл келісімнің жүзеге асуы Apple ішіндегі шешімдерге және нарықтағы жағдайға байланысты. ақш-та TikTok қосымшасы төңірегінде талқылаулар әлі де жалғасуда. Ел билігі қосымшаның қытайлық компанияға тиесілі болуын қауіп деп санайды. Осыған байланысты ақш-та TikTok-тың болашағына қатысты жаңа келісім жоспары ұсынылды. Жаңа жоспарға сәйкес TikTok-тың америкалық бөлімін сатуға дайындық жүруде. Қытайлық ByteDance компаниясы бақылауын азайтып, басшылыққа америкалық инвесторлар келеді деп күтіледі. Келісім шамамен $14 миллиард бағалануда. Бұл өзгерістің басты себебі ақш азаматтарының деректерін қорғау және ұлттық қауіпсіздікті күшейту. Сонымен қатар, серверлердің орналасу аймағы мен алгоритмді кім басқаратынына да келіссөздердің негізгі бөлігі. Сарапшылардың айтуынша, егер мәміле жүзеге асса, TikTok ақшта жұмысын жалғастырады, бірақ жаңа ережелерге сәйкес бейімделу қажет. Мета компаниясы жыл сайын өткізетін Connect конференциясында жаңа өнімдерін таныстырды. Биылғы шарада басты назар ақылды көзілдірікте. Meta Ray-Ban дисплей атты жаңа көзілдірік линзада шағын экранмен жабдықталған. Ол хабарларды көруге, бейне түсіруге және қосымшаларды басқаруға мүмкіндік береді. Бұған қоса, Meta жасанды интеллект пен виртуалды шындық саласында жаңа жоспарларды көрсетеді. Компанияның айтуынша, мұндай өнімдер адамдардың күнделікті өмірін жеңілдетіп, жаңа технологияларды қолжетімді етеді. Бүгінгі IT жаңалықтар осымен тәмам. Сіздермен бірге болған мен Шырын Шалқарқызы. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.